Қараша айында Қазақстанда мемлекет басшылары, бизнес пен халықаралық сарапшылардың қатысуымен бірқатар маңызды шаралар өтті. Негізгі тақырып Қазақстанның жаңа технологиялар мен инновация саласындағы табысы болды. Толығырақ Өмір Серікбекұлы тарқатсын. Қазақстан аз уақыт ішінде цифрландыру саласында қарқынды дамыды. Бұл туралы қараша айында өткен конгресстер мен халықаралық форумдарда көп айтылды. Астана клубының 6-шы отырысында әлемдік саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері мемлекеттің жетістіктерін жіпке тізіп, қазақстандық компаниялардың табыстарын да атап өтті. Мені Каспий қосымшасы таңғалдырды. Білуімше, компания IPO-ға шыққан. Бұл болашақтың жарқын көрінісі. Жақында Қазақстанға келген сапарында Ұлыбританияның сауда министрі Ранил Джаявардена да еліміздің инновация саласында әлеуеті жоғары екенін атап өтті. Біз Қазақстанның қосымша құн тізбегі бойынша алға жылжып, кәсіби біліктілікті арттыру мен қызметтерді дамытуға ынтасын қолдаймыз. Мен мысалы Каспийдің қаржы қызметтеріне арналған тамаша қосымша екенін естідім. Білікті жас IT мамандардың арқасында Қазақстанның цифрлық секторы Ұлыбританияда қарқынды дамуы әбден мүмкін. Цифрландыру 9-шы қаржыгерлер конгресінің де басты тақырыбы болды. Онда Каспий KZ басшысы және тең құрылтайшысы Михаил Ламтадзе сөз сөйледі. Қазақстан инновацияда, цифрландыруда және финтех өнімдерін жасауда бұрын соңды болмаған серпіліс жасады. Бүгін дәл қазір қазақстандықтардың өмірін жақсартуда. Бұл инновациялардың драйвері ел ішінде ғана емес, әлемдік деңгейлердегі үлгі Каспий KZ компаниясы болды. Қазіргі кезде Қазақстандағы инновация деңгейі көптеген елдермен салыстырғанда жоғары. Бұл құбылысты тіпті шетелде зерттеуде. Гарвард бизнес мектебі Каспий KZ-тің тарихы туралы материал жазған. Ол бойынша магистратура студенттері білім алады. Digital Bridge халықаралық технологиялық форумында Михаил Ламтадзе мемлекет басшысына мемлекеттік органдармен бірлесіп, іске қосылған қызметтер туралы айтып берді. Мемлекеттік қызметтер бөліміне ай сайын 7 миллион адам кіреді. Мұнда салық төлеуге, ашықты тексеруге, жәрдемақы рәсімдеуге, әлеуметтік есеп-шот ашуға, жеке кәсіпкерді тіркеуге болады. Біз автокөлікті қайта тіркеуді толығымен онлайн жасадық. Бұл әлемдегі бірегей тәжірибе. Бұл қызметті цифрландыру министрлігімен бірге іске қостық. Кейін ішкі істер министрлігімен жеделдеттік. Біз іске қосқан екінші қызмет бала тууға байланысты жәрдемақыға өтініш беру. Мемлекеттік органдармен бірге барлығын жылдам әрі автоматты түрде жасадық. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Жас ата-аналар қағаз толтыруға, халыққа қызмет көрсету орталықтарына уақыт жоғалтпайды. Барлығы мобильді қосымшада болады. Шекарасыз финтех, цифрлы Еуразия 2-ші халықаралық плас форумында Михаил Ламтадзе компанияның барлық технологияларды Қазақстанда әзірлейтінін айтты. Барлық технологияларды Қазақстанда біздің команда әзірлеген. Біреу ойлап тауып, біз үшін жасайды деген әртүрлі аңыз бар. Біз бәрін өзіміз жасаймыз. Ал бізде көп кеңесші жоқ. Бұл Каспий KZ Қазақстанда жасалған. Сондай-ақ қараша айында жетекші әлемдік сарапшылардың қатысуымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы цифрландыруды жүзеге асыру жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Михаил Қазақстандық озық технологиялық компания жұмысындағы негізгі ұстанымды айтты. Самый основной use case это Негізгі ұстаным бұл адамдардың өмірін жақсарту. Адамдар пайдаланатын өнімдер қажет. Оларды жақсарту керек. Тиісінше біз және мемлекеттік органдардағы әріптестеріміз, цифрландыру министрлігі, қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер қызметі, ұлттық ақпараттық технология және ішкі істер министрлігімен соңғы 2 жылда түрлі қызметтерді қатарынан қосудамыз. Біз іске қосатын қызметтер бүгін және дәл қазір адамдарға әсер етуде. Мемлекет басшысы Каспий KZ-тің жетістіктерін атап өтіп, компанияға алдағы уақытта табыс тіледі. Спасибо. Я думаю, что we all need to acknowledge your success story in Kazakhstan as well as beyond, much beyond, and we wish you success, further success. Өмір Серікбекұлы, Информбюро, Алматы.